берен елгезек, болмаған балалық шақ, үржардағы сары үрпек. Әкем жарық дүниеден өтісімен біз үржарға көштік. Алматыдағы үйімізден алғанымыз бар болғаны 2-3 шамадан киім-кешек екен. Соны автобусқа артып алып шешемнің төркініне тартыппыз. Әкемізден 3 қалған ек. Үлкеніміз Маржан, ағам Данышпан және мен. Бұрынғы Семей облысына қарасты Үржар өзіне Аттас ауданының орталығы. Қысы қақаған аязды, көктемі сұлу, жазы күннің мейірімі нұрына, күзі жеміс-жидекке бай, табиғаты тамаша Үржар, қалың Найман мен Керейдің байырғы құтты мекені. Тұрғындары ақкөңіл сауықшыл, емешегі үзілердей мейірбан, әзілқой және өнер мен білімге құштар Құдай сүйген пенделер. Шығысында Тарбағатайдың тәкаппар шыңдары осы бір сұлу өлкеге ерекше бір асқақтық беріп тұратын. Үржарда адам баласына көңілді өмір сүруіне Тәңірім барлық жағдай жасап қойған. Біз осында тұратын болдық. Мен ес білгелі нағашыларымның қабақ түйгенін, бір-біріне ауыр сөз айтып, жекісіп жатқанын көрген емеспін. Нағашыларым шетінен өнерлі, оқыған, мәдениетті кісілер. Бірі домбырамен күй шертсе, бірі гармонмен ән айтады, бірі өлең жазса, бірі аймақтағы барлық автокөліктердің хирургы, әйгілі моторист, бірі Құдай жолына түскен діндар болса, бірі талантты фотограф. 4 жасымда мен осындай адамдардың арасына түстім. Мені білетін Үржардағы көрші қолаң, туыс жекжат, біртүрлі бала деп атайтын. Оның өзіндік себебі бар. Үлкендердің айтуына қарағанда мен маңайдағы тамам жұртты жинап алып, өзім бастан кешкен таңғажайып оқиғалардан сыр шертетін көрінем. Мысалы үшін басқа планеталарға шеккен сапарларым жайлы таңды таңға ұрып, елді еш шаршатпай әңгімелеп береді екем. Немесе сол кездегі КСРО-ның таңба маңдай басшысы Михаил Горбачевпен өткен неше дүркін кездесулерімнің нәтижелері жайлы таратып айтамын. Ол ма? Менің әңгімемді қызықтаған қауымға үйдің қасындағы тоғайдан Гитлер мен Борманды кездестіріп, үшеуміздің екінші дүниежүзілік соғыстың салдарын сараптағанымызды паш етемін. Жұрт ду күлісіп, айта түс дегендей, менің естеліктерімді тыңдау үшін үйінен арнайы ала шыққан кәмпит пен прәндікті жейдемеңнің етегіне уыстап төгеді. Әлгілерді аузымда болтыңдатып жеп алған соң, мен де адаммын ғой, шөлдей бастаймын. Бұл кезде пақырыңыздың қиялына жарықтық өзі жете алмай аласұратын. Тархун әкелінсе сол кезде ол лимонадтан қымбаттырақ тұратын, мен жаңа тың естеліктерге сөзсіз көшем. Бұл мінезімді біліп алған ағайын да күн ара менің әңгімелерімді тыңдауға әжептәуір дайындалып келетін. Мен де олардың көңілдерін қалдырмауға тырысам. Ол үшін менің бала миым ұдайы жұмыс істеп тұратын. Жаңа қырық өтірікті ойлап табу оңай деймісіз? Олар бір 5 минутта айта салуға келмейтін күрделі және машақаты көп жұмыс. Елді мезі етпеу үшін айтылған әңгіме қайталанбауы тиіс. Оның үстіне айтып отырған оқиғалар да логикалық сабақтастық міндетті түрде болу керек. Бір жерден сондай дүниелерді оқып алып, соған өз жанынан бірдеңелерді қосып, ұра беретіндей мен 5-6 жасымда әлі хат тани қойғам жоқ. Сондықтан мен тәтті-мәтті, мен дәмді сусындарды маңдай тер адал еңбегімен алатынмын. Жұрттан түскен гонорардың тең жартысын міндетті түрде ауру ағама әкеліп берем. Ол кезде маған сурет салып беретін. Ағам екеуміз дос едік. Менен 2 жас үлкендігі бар ағам нағашыларымның айтуына қарағанда үлкен кісілердің әңгімесін айтады екен. Туғанынан мүгедек боп қалған ағам тапжылмай отырып сурет салатын. Мен оның салған суреттеріне сүйсінуші едім. Бірде ол маған дәптердің бетіне салынған гүлдің суретін сыйлады. Шетіне бауырма ағасы Даныштан деп жазып қойыпты. Оны мен хат танығаннан кейін оқыдым.
Мектеп түгілі балабақшаның табалдырығынан аттамаған ағам сол кезде өздігімен әліппені танып, оқуды үйреніп алған. Әлгі суреттегі гүл құдды тірі сияқты еді. Әлі есімде, жататын кереуетімнің басына іліп қоятынмын. Таңертең тұрған кезде ағама «Дәкәй, қарашы, сен салған гүл жел соққандай билеп тұр» деп таң қалатынмын. Ол соған мәз болушы еді. Жарықтық сол сұрқайы күзді есіме алсам, денем мұз қариды. Қазанның ең бір сүйкімсіз күндерінің бірі еді. Семей жаққа күз ерте келіп, артынан қыс көп ұзамай қылышын сүйретіп сау ете қалатын. Сондай бір жауынды шашынды ызғарлы күндердің бірінде мен аяулы ағамнан айырылып қалдым. Біз ағам екеуміз қуыстай бөлмедегі жинамалы тар төсекте жататынбыз. Бір күні кешке қарай мазасы болмай тұрған ағам менен су сұрады. Ойын баласымын, шаршап сілікпем шығып келіп жатқан мен оның көңілін қимай ожаумен су әкеп бердім. Ол оны ішпей, мынауың жылы екен, суығын әкел деп қайта жұмсайды. Тағы әкелем, ол құдықтан тартып әкел деп тағы жібереді. Мен баруға ерініп, өзің тұр да ал деп жатып кеп қырсықтанам. Сөйтіп салғыласып жатып ұйықтап қаппын. Кейін ойлап отырсам, кететінін біліп, өлгенімді көрмесін деп далаға шығара берген екен ғой. Түн ішінде біреу мені көтеріп ап, басқа бөлмеге ауыстырып жатқызып жатқаны есімде. Таңертең оянсам, сыртта жұрт жиналып қалған. У-да шу, біреу еңіреп жылап жатыр, біреу басу айтып жатыр. Түсінбеймін. Басқа бөлмеде жатқанымда түсініксіз. Біз Данышпан екеуміз үйдің қасындағы өзенге нағашы апамыздың қазын бағатынбыз. Күнделікті әдет бойынша атып тұрып, Данышпан жатқан бөлмеге беттедім. Біздің төсек жиналып, бөлмеге басқа төсек кіргізіліпті. Соның үстінде бетінде ақ мата жабылған біреу жатыр. Ашып қалсам ағам. Енді мен оны оятам деп жұлқылайын кеп. Тұр, Дәкәй, қазды шығару керек, апам ұрсады ғой деп қоям. Ағам қозғалмайды, көздерін тарс жұмып алған. Бала санам, оның жайдары жанары жарық дүниені енді ешқашан көреме алмайтыным түсінбеді. Далаға атып шығып жылап отырған шешеме келіп, анау тұрмайды, мен жалғыз қазға бармаймын деп қиғылық салып тұрмын. Бір жағынан жиналған жұрттың жылауы маған бір сұмдықты сездіргендей шошытып, дауысым бәсең шығып дірілдей бастағанын да сезіп тұрмын. Шешем, Дәкәй қатты ұйықтап қалды, ол енді оянбайды деді. Мен әлі де елең-алаң қалпымда тұрмын. Бір кезде санамның түкпірінде ағам қайтыс болды деген суық ақпарат жетті. Осылайша мен алғаш рет ажал деген сұмның бар екендігін білдім. Қазалы жұрттың бір шетінде енді маған кім сурет салып береді деп бақырып жылап тұрғаным әлі есімде. Сол кездегі ащы өкініш сезімі әлі күнге дейін кеудемде жаңғырып тұр. Шешем әкем қайтыс болғасын 2 жылдан кейін күйеуге шығатын болды. Бұл мен үшін ең жағымсыз, мүлде күтпеген жайсыз хабар болғанын жасыра алмаймын. Марқұм нағашы апам, мамаңды бір жақсы аға үйіне әкетеді, сол сенің папаң болады деп жатқаны жадымда. Әке орнын баспай қалғыр әлгі жақсы ағамыз 50 жасына дейін жылқы бағып, дала кезіп, адамдармен араласпағасын, түз тағысына айналған қарабайыр һәм қатал адам екен. 50 жасына дейін әйел мен бала дегенді білмеген әлгіге менің шешемді зорлап қосқандай. Шешемнің қалың малы ретінде нағашы апамның үйіне бір қара жылқы әкелінді. Сол жылқыны сұмдық жек көретінмін. Ешкім жоқта қорада тұрған байғұс жылқыға алыстан тас атамын. Менің шешеме айырбасталған жануардан өш алғым келген ғой. Шынымен бір күні шешем ақыры үйден кетіп тыңды. Ол кезде Даныш ағам тірі тұғын. Екеуміз қосылып шешемізді жоқтадық. Күйеуге ерте шығып кеткен апайымыз Маржан анамыздың тойына келген екен. Екеумізді жұбатып жүр. Маржан мамамыз
барған үй үлкен екен, әлгі болашақ папамыз бай екен, бәрімізді жарылқап тастайды екен деген сөздерді айтып, өзі де егіліп қояды. Той болатын күні біз үйге қамалдық. Түннің бір уағы, ешкім жоқ. Мен негізі табиғатымнан шыдамсызбын. Жылауды мен бастадым. Ағам маған басу айтқанмен, өзі де таңауын қорс-қорс еткізіп тартып, кемсеңдеп еңкілдей бастады. Шешемізді қимай жылап отырмыз. Қалай ұйықтап қалғанымыз есімізде қалмапты. Ағам сол жылы 8 жасында қайтыс болды. Мен нағашыларымның үйінде жүре бердім. Шешем анда-санда келіп тұратын. Кейін онысы сирей бастады. Соған қарағанда қара қайысты күйеуі жібермейтін болуы керек деп топшыладым. Мен қазір 6-дамын. Күнде бір ермек тауып алып ағам мен анамды ұмытуға тырысып бағып жүрмін. Түк етпейді деп қоям, өзгесін мамамды ана бір сорайған сұмырайдан құтқарып алам деп өз-өзімен серттесемін. Сол ұлы жорыққа аттану үшін ағаштан қылыш жасап садақ иемін. Күнде кешке қарай қысқа көкшенің ана басынан мына басына дейін жүгіріп жаттығамын. Мен бір күні шешемді құтқарамын. Шешем кеткеннен кейін бұрынғы менің әңгімемді асыға күтіп жүрген тыңдармандарым енді емексіз кәмпит-сәмпиттерін беретінді шығарды. Біреу қолыма құрт немесе пішіні бере қалса, бір әңгіме бастай қалсам, рахмет айтпай-ақ қой, басымнан сипап, күрсіне-мүрсіне кете баратын. Мен оған не боп қалды деп артынан қуып берем. Жетіп алғасын бір әңгіме айтып берейінші деп жалынам. Ол жоқ, кәмпитті былай-ақ ала қой дейді. Мен түсінбей далмын. Олардың мені аяп жүргендерін қайдан ғана білейін. Осындай 2-3 жағдайдан кейін жыным ұстап, тегін келетін тәттіден бас тарттым. Содан бері тәттіге жаным қас, мүлде жемеймін осы күнге дейін.